95-ші дубль. Кеттік достар. Ассалаумағалейкум үлкендер, уалейкум ассалам кішілер. Сәлем достар, менің атым Ғани Байсал. Сіздермен бірге Repost times бағдарламасы. Неге Repost times? Ол бір шетінен репост жасайтын уақыт дегенді білдіреді, және де екінші жағынан менің сіздермен бір жақсы ақпаратпен бөлісетін уақытым. Ал Repost times бағдарламасының кейіпкері болуға біздің кез келген көрерменіміздің мүмкіндігі бар. Ол үшін бар болғаны өзіңіздің смартфоныңызды аласыз, жақсы видео түсіресіз, жақсы жаңалықпен бөлісесіз, және де Repost times бағдарламасының Instagram аккаунтын немесе Ғани Байсал мені белгілеп кетесіз. Ішіндегі ең үздіктерін осы бағдарламаға осы жерге шығарамыз. Ендеше кеттік. Осы полиция десе шеке тамыры тырысып қалатын бір достарымыз, таныстарымыз болады. Бірақ енді солардың өздерінің бастарына іс түссе, сол полицияның ішінен өздерінің таныстарын іздеп келеді. Қызық, Ал енді сол полиция қызметкерлерінің, сақшы қызметкерлерінің біздің өмірімізде әрине орны бөлек. Олар жоқ болып қалса, олардың орындарын алмастыратын адамдар табыла ма? Табылады екен. Вот молодой парень стоит, гражданский. Здесь светофор не работает, Ташкентский, Жангельдино. Вот если бы не он, здесь бы образовалась большая пробка. Спасибо пацану огромное. Бірақ сонда да кейде бізге өзіміздің полициялар намай жатады ғой. Басқа елдің полициялары бір супермен сияқты болып көрінеді да. Бәлкім оған себепші мынандай видеолар шығар. Негізі өзімізде сондай мықты, жағалы жандарында жоқ емес қой? Бар. Бірақ олар осындай жақсылық істеп жатқан кезде олардың сыртынан видеоға түсіріп алатын адамдар табылмай жатады. Жоқ, бар екен. Келесі видеоны қарап көріңіздерші. Шынымен полиция болу негізі оңай емес қой. Олар тек адамдарға ғана емес, барлық тірі жандарға көмектеседі. Итті ғана емес, жолда кездескен үкіні өле берсін деп тастап кетпей өзімен бірге алып, оны емдеудің қамын жасаған ақтаулық мына жігітті қазақтың бір үкілі үміті десек те болатын шығар. Тебе понравилось, что ли, здесь? Не хочешь выйти?
Тебя ранили, что ли, не знаю. Шындығында кейде адамдарға иттің өзі үлгі болып жатады. Хатико деген киноны баршамыз көрген шығармыз, е? Сол кинодағыдай ит Алматы облысында пайда болыпты. Ол өзінің иесіне деген адалдықты, ол өмірден озып кетсе де, қабірінің басына барып отырған ит кейбір адамдарға адамдардың қадіріне жете білуді үйретіп тұрғандай. Вот, говорят же, собака верный друг человека. Сегодня на похоронах нахожусь. У знакомого братишка скончался. Вот эта собачка. Хороший. Вот эта собачка. Вот похоронила своего хозяина. Вот хозяин. Вот дата похорон. Вот здесь она всегда сидит возле своего хозяина. Вот она, собачка. Молодец. Отгоняет ворон, птиц всяких. Никого не подпускает сюда вообще. Красавчик. Хороший песик. Молодец. Адамдарға иттік жасайтын емес, иттердің өзіне адамшылық жасайтын осындай адамдар көп болса ғой дейсің шіркін. Әй шіркін, осындай жақсы адамдар көп бола бермейді ғой. Итке көмектеспек түгілі өзі ит болып жүргендер қаншама да. Оған себеп тағы да ит. Кредит, бронхит, ковид, фарингит, сол сияқты иттер кете береді да. Ал сол иттерді құтыртып қойғанда өзіміз. Адалдан келген табысқа қызықпай, соған қалай құмартпай, бір арамнан келген нәрселерге әуеспіз да. Бірақ енді мына Құдай бере салған қайраткерлер болмаса, Құдай берген қайраттар сияқты азаматтар болмаса, оны да бізде насихаттап отырғандар аз. Қайреке, респект. Түсіндіңіздер ме? Шын мәнінде отбасын ойлайтын азаматтар үшін қазір соғым сойып, отбасымен рахаттанып, бүйтіп, дастархан жайып тастап отыратын кез ғой. Ал сол қазақтың ақыны бар, Мұхтар Ниязов деген, алтын домбыраны 3 рет ұтып алған жігіт. Ол жігіттің шумақтарында мынандай бір сөздер кездеседі. С Новым годом деген орыстардың, соғым жедім дегені қазақтардың дейді. Ал енді қазір сол соғым көп болып, еттеріңізді қалай сақтаймыз деп бастарыңыз қатып жатса, келесі видеоны тамашалап көріңіздерші. Бірақ енді оңтүстік жаққа жарамай қалуы мүмкін, бірақ солтүстіктің қазақтарына таптырмайтын идея сияқты. Кеттік. Полициямыз орнында, жігіттеріміз адал, еттеріміз мұздатқышта. Біздің елге бұдан артық не керек, құрметті достар? Осының өзі жүректерді жылытпай ма? Тіпті мұздаған жүректердің өзін елжіретеді екен ол. Жүрегің бір елжіреп, бір рахаттанған кезде бір шалқайып отырғың келеді ғой. Сондай орындықтарды жасау үшін бір қатты бір қымбат материалдар керек емес екен.
Қарапайым картондарды алып, солардан құрастырылған мына орындықты қараңыздаршы. Отырып алып, шалқайын. Осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе ай деп әндеткім келеді ғой, солай достар. Шындығында өстіп жүргеніміздің өзі үлкен бақыт қой. Тыныш заман, бейбіт өмір. Далада қыз, балаларымыз сырғанақ теуіп жүр, қар атысып ойнап жүр. Сол қар атысып ойнаудың өзі кәдімгідей дамып кетті ғой, көрдіңіздер ма? Келесі видеоны тамашалап көріңіздерші. Маған қазір ана камераның ар жағында тұрған Алмас ағамыз оператор қаратпай тұрған кезде мен бағдарламамды бітірейін. Сіздермен бірге болған мен Ғани Байсал. Келесі жүздескенше амандықта, саулықта болыңыздар. Біздің инстаграмдағы парақшамыз Repost times немесе Ғани Байсал парақшасына өздеріңіздің тамаша видеоларыңызды жіберсеңіз болады, немесе бізді сол видеоларыңызға белгілеп кетіңіз. Ішіндегі үздіктерін бұйырса келесі хабарларда шығарамыз. Аман сау болыңыздар.